Сәлеметсіздер ме? Кәдеңізге жарасын атты каналымыздың оқырмандары. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында қымбат дәрі-дәрмектерді қолданбай-ақ ішек құрттарын және паразиттердің зияны мен ішек құрттардан арылудың бірнеше тәсілді рецепттерімен бөліскелі отырмыз. Видеомызды соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Қазіргі кезде ауру астан деген сөзді жиі еститініміз рас. Адам көп ауруды өзіміздің күнделікті қолданып жүрген асымыздан табамыз. Адам ағзасына құрттар бірнеше жолмен енуі мүмкін. Бірінші жолы тамақ арқылы түсу. Шала қуырылып қайнатылған ет, балықта майда құрттар көптеп кездеседі. Және олар ағзаға түскеннен кейін де тіршілігін жоймайды. Керісінше көбейеді. Тіпті қазіргі кезде күнделікті дүкенге барсақ, бала қолынан табылатын кириешки, чипси, мармелад өнімдерінің құрамында да майда құрттардың болатындығы анықталған. Жас балалардың ағзасы әлсіз болғандықтан құрттар көбейіп, күндік түсінің ауыратынына шағымдануы мүмкін. Бұның әсерінен адам ағзасында әлсіздік, тершеңдік, шаштары түсіп, бетке ақ таңдақтардың шығуы мүмкін. Екінші, гигиена сақтамау. Топырақта гельминттердің дернәсілдері болады. Біз қолымызды жумай немесе көкөністерді жумай жегенде ағзаға құрттардың түсу қаупі бар. Үшінші, екінші бір адамнан жұғу. Әсіресе балаларды балабақшаға, мектепке бергенде бұл ауруды балалардан көптеп анықтауға болады. Сонымен қатар отбасында бір адам ауырса, 90% сол үйдегі адамдардан табылады. Төртінші, үй жануарларынан жұғу. Ит, мысық, құстардың жүндерінен құрттардың дернәсілдері көп орналасқандықтан балаларға жұғу жолы едәуір оңайласады. Паразиттердің ағзада бар екендігінің белгісі қандай? Бала ішінің ауруына шағымдануы, тері бозғылттанып, көз асты көгеріп тұруы, үлкен дәреттің өзгерісі, іш қатудан диареяға алмасуы, аллергиялық бөртпелер денеде пайда болады. Тез шаршағыштық пен түнде нашар ұйықтап, көтеншегін жиі қасуы. Себебі түнгі уақытта құрттар өз жұмыртқаларын тастау үшін анальды тесіктің сыртына қарай жыбырлап шығады. Балаңыз үлкен дәретке отырғанда, дәрет ыдысын бақылағанда нәжістен ішек құрттарын көру қиын емес. Егер нәжістен көрінбесе, бірақ белгілері болса, анализ тапсырып анықтаған жөн. Тәбетінің жоғарылап, тез қарны ашуы, немесе мүлде тамаққа тәбетінің болмауы да құрттарға байланысты болуы мүмкін. Иммунитет төмендеуі, денеге керекті нәрдің сіңбеуі де жүреді. Гельминттерге қарсы заттардың дәріхана сөрелерінде толып тұрғанымен бағасы қымбат, әсері аз болады. Сонымен қатар құрттарды түсіруде емханаларда арнайы клизма жасау арқылы да түсіріп жатады. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында құрттардан құтылу жолдарымен бөлісеміз. Бірінші, гельминтозға қарсы күресте қарапайым сәбіз жоғары бағаланады. Сәбізді шекі күйінде жеу немесе согын ішу керек. Балаларға жарты литр, үлкендерге 1 литрге дейін ішуге болады. Сәбіз согы сонымен қатар көз зрениесін жоғарылатып, қан құрамындағы қантты түсіріп қана қоймай, зиянды холестериндерді ыдыратады. Сәбіз согын ішу кезінде диета ұстау керек, тәтті жемеу керек, барынша, сонда ғана эффект өте жоғары болады. Екінші, құрттар көктерек қабығының қайнатпасынан қатты қорқады. Көктерек қайнатпасын ішіп жүру құрттың көзін жойып қана қоймай, иммунитетті жоғарылатып, тұмау, шаршау дегендерді мүлде ұмытасыз. Көктерек қабығын бір шай қасығын 200 мл қайнаған су құйып, бетін жауып, 15-20 минут тұндырып қою керек. Күніне 3 рет аш қарынға тамақтанар алдын жарты сағаттан бұрын 3-1 стаканмен суыған жылы күйінде ішу қажет. Үшінші, асқабақтың дәні. Асқабақтың шемішкесі аш қарынға 15 штуктан жесе болады. Егер кішкентай жастағы балалар жегісі келмесе, бал немесе мейіз бен асқабақты
шемішкесін мясорубкадан өткізіп домалақтап қою қажет. Аш қарынға 3 мезгіл жеу керек. Ішек құрттарын емдеуде шикі пияз бен сарымсақтың алатын орны ерекше болып келеді. Пиязды шекелей өзін ғана немесе салаттарға қосу арқылы, немесе жаңағы сарымсағымызды салаттарға қосу арқылы берсек, күнделікті қолданып отырсақ болады. Сарымсақтан жасалған тұнба беру ол балаларға арналған болып келеді. Тұнба жасау үшін сарымсақты 3 басын тазалап, үстіне 250 мл сүт құйып, 10 минут судың буына қайнату қажет. Балаға күніне 2 рет алынған тұнбадан жарты қасықтан беріп жүру қажет болады. Сонымен қатар 2:1 қатынасымен сарымсақ сөлін суға қосып, ұйықтар алдында клизма жасау керек. 5. Асқабақтың ішін ойып, қант салып 10 күнге тұрғызса, ішінде сироп пайда болады. 2 қасықтан күніне 3 мезгіл ішу қажет. Тамақтан алдын және кейін де ішсе жарайды. Асқабақ ішіндегі дәндерін ойып алып тастап, тазалап, көлеміне қарай қантты саламыз. Сиропты кейде асқабақ балы деп те атайды. Орташа көлемді асқабаққа жарты килограмм қант салып дайындауға болады. Асқабаққа қант толып кетпеу қажет, себебі сироп дайын боларда тасып кетуі мүмкін. Бүгін біз сіздермен ішек құрттарына ең мықты әсер ететін, эффективні әсер ететін 5 тәсілмен бөлістік. Сіздерге бүгінгі берген кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Ауырғанша ауырмайтын жол іздейік.